Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети! Урок казахского языка. Қазақ тілі сабағы. Балалар, мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Я приглашаю вас на круг радости. А теперь повторяем за мной. Менімен қайталаймыз. Бірге қайталаймыз. Жыршы құстар көп келді, гүлдер жапты бөктерді. Кел орманым әнменен, қарсы алайық көктемді. Балалар, бізде қазір қай мезгіл? Какая времена года сейчас на улице? Дұрыс, көктем. Правильно, весна. Отвечаем. Давайте вспоминаем. В году сколько времени года? Бір жылда неше жыл мезгілі бар? В году сколько месяцев? Бір жылда неше ай бар? Назовите весенние месяцы. Көктем айларын атаңдар. Бір жылда 4 мезгіл бар. Бір жылда 4 мезгіл бар. Ол көктем, жаз, күз, қыс. Это весна, лето, осень и зима. Бір жылда 12 ай бар. В году 12 месяцев. Ал енді балалар көктем белгілерін айтамыз, я? Көктем айлары. Наурыз, сәуір, мамыр. Қайталаймыз. Наурыз, сәуір, мамыр. И выучим. Жаттап аламыз. Наурыз, сәуір, мамыр. Ал енді көктем белгілерін айтамыз. А вы знаете признаки весны? Какие признаки знаете? Қандай белгілерін білеміз көктем айының? Көктем келді. Наступила весна, да? Дни становятся длиннее, а ночи короче. Күн ұзарады, күн қысқарады. Солнышко начинает пригревать. Күн даланы қыздыра бастайды. Весной из теплых стран к нам возвращаются перелетные птицы. Көктемде жылы жақтан құстар ұшып келеді. Бозторғай. Тағы да басқа неше түрлі құстар ұшып келеді екен біздің жаққа. Қараторғай деген құстар ұшып келеді. Звери и птицы радуются приходу весны. Аңдар және құстар көктемнің келгенін қатты күтеді екен. Қатты қуанады екен. Аңдар және құстар көктемнің келгеніне қатты қуанады. Барлық аңдар ұйқысынан оянады екен. Все звери просыпаются после долгих зим, да? Көптен күткен көктем келді деп қатты қуанады екен. И наш медведь проснулся, да? Біздің аю айтады: мен көктемді жақсы көремін, мен балды жақсы көремін. Наш медведь радуется и говорит: я люблю весну и люблю меда, говорит. И наш Мишка тоже проснулась и говорит: я трудолюбивый, я люблю трудиться, говорит. Мен еңбекті жақсы көремін. Мен еңбектенгенді қатты жақсы көремін, дейді. Және біздің қоян да оянды. И наш зайчик тоже проснулся. Қоян айтады: мен көктемді жақсы көремін, мен секіргенді жақсы көремін, говорит. Зайчик говорит: я люблю весну, я люблю прыгать весной, говорит. Көктемді барлық аңдар осылай